Кайырлы кеш болсын. Бүгін кеште Айгүл ханымды эфирден күтіп алып бастап отырмын. Солай болады. Қайырлы кеш оқырман. Шерхан мен Айгүлдің таныстығы жақсы өтуде. Кеше танысып, кеше бір кешті 26 қабатта 4 сағат өткізді. Жақсы әңгіме болған екен. Екеуі сырт көзден өте үйлесімді жұп. Екеуі де бір-біріне ұнаған секілді. Тағдырлас болғасында сөздері сәйкес келді. Шерзаның көңіліне шыққан екен Айгүл. Сөйлеген емес, ұялған Айгүлді көріпті. Айгүлдің айтуынша Шерханды көбі түсінбей жатыр екен. Неге екіге айырылысып тез келді? Мен бұл жігітпен сөйлесе келе көп нәрсені түсіндім. Біраз нәрсе қыз жақтан болады екен. Қыздың мінезі бар дегендей, соны ойлана келе бұл кісіні түсіндім. Көп нәрсе қыз жақтан қате кеткен секілді, деді Айгүл. Қатысушылардың көбі Айгүлге жабылып кетті. Неге қызды кінәлай бересің деп. Шерхан болса қызды қорғауға тырысты. Айгүл өз тарихын айтып жылап қалды. Оның әңгімесі күйеуі ойындарға құмар болған екен. Сонымен Шерхан болса Ақботамен тек 1,5 ай ғана тұрыпты. 1 жыл бойы бөлік тұрып, жақында ғана ресми түрде ажырасқан екен. Алимент туралы алдағы уақытта шешіледі деді. Негізі ұлына қарайласып көмектесетінін де айтты. Таныстық жалғасын тапты. Ал Ақбота болса ол да жауабын беріп үлгеріпті. Оқырманнан бір сұрақ келген екен. Шерхан Қосылайқа барыпты, көрдіңіз бе? Ойыңызды айта кетіңіз. Сұрақтардың 88% осы. Естідім. Көрдім. Айтарым, мен ол адамның дәрежесіне түспеймін, деді Ақбота. Алда не болатынын енді көре жатармыз. Көрерменде пікір өте көп. Шерхан еркек емес екенсің. Неже плинтуса әңгіме айтып өзіңді сыйламайды екенсің. Таңдауынды жамандап. Егер ол жаман болса, сенің әлі салынбаған үйінді толған бауырларына ата енесімен тұрмас еді. Қате бір жақтан емес, Шерханда жетісіп тұрған жоқ. Егер сондай керемет еркек болса, әйелін жамандамайды. Ұрпағыр өмірге әкеліп өсіріп отқанына рахмет айтпай ма? Көрсетіп тегін бергеніне рахмет айтып. Ақбота мінсіз демеймін, мінезді қыз, бірақ еркекте мыс болса, әйел көнеді. Басылады. Өзіңнен көр. Ақбота Шерханды пайдаланды. Алдыңғы сезонда куә болдық. Шерханды жақсы көрді дегенге сене алмайым. Дарчик деп жылап жүрген кезінен Шерхан әйел қылып алған жоқ па той жасап. Аларын алып, баласын тудырып алды. Енді не керек? Шерхан вообще ұятсыз, хоть баласына барып кездесіп тұрады, соған рахмет. Ажырасқаны енді кішкене күте тұрмай ма? Сразу программаға келіп, қатынды сырттан да табар ет деген пікірлер бар.